Ал бүгін міне Кентау қаласына Рахымжан бауырымызға келіп отырмық. Рахымжан, ассалаумағалейкум. Мынау кілем кеп беретін оборудование осуществитель құтты болсын. Енді өзіңе бір-екі сұрақ қояйық. Қалай оборудование көңілге шығып жатыр ма? Иә, оборудование көңілге шығып жатыр. 200-300 квадрат кілемді 10-12 сағатта кептіріп жатырық. 10-12 сағатта? 10-12 сағатта. 300 квадрат кілемде? Өте керемет. Қанша болды? Бір апта болып қалды ма? Бір апта болды арамызға. Көңілден шығып жатыр. Жақсы аппарат жұмыс істеуі. Бұның алдында бұл болмай тұрған кезде кілем кебу қиын болды. Немен кептірдіңіздер? Ол кезде газовый пушка. Оны да көрсетейік. Мына газовый не? Газовый бір баллон неше тұрушы еді? Бір баллон 3200 теңгеге аламыз. 3200-ге? 3200-ге аламыз. Сол бұнда бір күн жанады. Бір күнде ол кілем кеппейді. 2-3 күн тағы қосамыз. Сонымен айып болып кілем кеппейді. Сол кезде күніне 3200 теңге. Күніне 3200 теңге расход. 24 сағат жағасыз. 24 сағат жағамыз. Енді бұл жаққан кілем газ мынаның ішін ыстап буларақ деп айтып отырсыз. Сол буды қаяққа жібересіз? Мына вентиляторына жібересіздер, мына вентилятор көрсек? Вентилятор тұр. Вентилятормен ыстық ауаны далаға шығарып тастайды. Буды шығарған кезде ыстық ауада сыртқа шығып кетеді. Сол кезде бағана мына жер жылған бүкіл ыстықты да газды жаққан ақшада бумен бірге сыртқа кетеді. Одан кейін тағы да 1-2 сағат күтесіздер, қайтадан температураны көтеру үшін. Солай отыр ғой. Енді бұны көп адам аппаратты алмау үшін әйтеуір бір әртүрлі амал жасап, енді әрине оның бәрі үлкен ақша ғой. Оборудование ала салу, біреудің жағдайы жетеді, бұған жетпейді. Бірақ осы сен сияқты газ қосады, біреулер пушка қосады, біреулер теплый пол жасайды. Біз енді көбісін айтамыз, бұл енді болмайтын іс, босқа уақыттарыңды, ақшаларыңды құртпай ыңғайлы келсе мынандай аппарат алып деп айтамын. Бірақ көбісі бізге сенімсіздікпен қарайды да, өйткені солай да кептіруге болатын шығар деп. Енді мына Рахымжан бауырымыз айтып отыр, ыстығын жақсылап ысытамыз, бірақ бүкіл буды ыстықпен бірге, ыстық дегеніміз ақша сыртқа қарай айдап жібереміз деп отыр. Сөйтіп 24 сағаттың өзінде кептіре алмайсыздар. Енді өзіңіз көңіліңіз толып отыр ғой, көзіңіз жетті ғой. Иә, көзім жетті, аппарат жақсы. Бәрін ризамыз. 10-12 сағатта кілеміміз барып жатыр. Ал енді алдында кілем кептіре алмай жүрдік. Енді қазір кілем кептіріп тасымалдап үлгере алмайдымыз. Ана заказ берген кісілерге жеткізе алмайдымыз қазір. Ал Рахымжан бауырымызға үлкен рахмет айтамыз. Бізге сенім артып, бізге сеніп, өстіп бағана аппаратты алып іске асырып отқанына не дейміз, жұмыстарыңыз алдыға бассын, Алла берекесін берсін, жақсы күндерде келісейік.